Қазір сахнада өнер көрсетіп жатқан Бүркіт. Бұл масканың ішінде, бұл костюмның ішінде кім екен мен білемін. Себебі қазіргі таңда әлеуметтік желіде, Instagram желісінде өзінің неше түрлі видеоларын билеп, TikTokқа жүктеп, әлеуметтік желіге жүктеп жүр. Бірақ кім екен мен айтпаймын. Айбек, красавчик! Айбек, молодец! Барлығымыз бірге. 1, 2, 3. Айбек! 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 Бәрекелді қымбатты достар, Бүркіт, құрмет қошеметтеріңіз. Браво! Өте бір керемет өнер көрсетті, интригаға толы бір керемет өнер болды. Бәрекелді қымбатты достар, құрметті қазылар алқасы, ой пікірлеріңіз. Азамат аға, сізден бастайық. Жоқ, енді подсказкадан бастап мен бірден біліп қойдым, Айбек екен, Айбек. Айшаның жолдасы Айбек. Бүркіт. Өйткені балық аулайды, домбыра тартады, одан кейін андасында жаңа билеп бәрін шығарып алам дейді. Жан жақты Бүркіт ведущий де болады, кинода түсірді, продюсер, режиссер. Жоқ, может, Бүркіт емес шығар, неужели солай? Бірінші ойға келген Айбек Бүркіт болды. Жоқ, одан кейін өлеңді айтқан кезде таза өзін дауысын мүмкін ол керемет актер шығар, пародист шығар, неге бірден Бүркіт дейсіздер? Менің ойымша, маған гүлді сыйлаған сол Айбек Беркут. Құрметті қонақтарымызға да кезек берейік, олай болатын болса. 1, 2, 3. Айбек! 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 Бәрекелді қымбатты достар, олай болатын болса. Жақан, масканы шешкенде Дариға Бадықова болып шықса. Рүстемге ұрысса, сен мені танымай қалдың. Қалай шынағы деп жүрсің, ұрыспай. Шешек? Давайте масканың орнына Айбек дейік та. Масканың орнына Айбек деп айтайық, давай кет. Ал кеттік. 1, 2, 3. Айбек! 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 Бүркіттің маскасында Айбек ағамыз, құрмет қошемет.